Жұлдыз Өмірғали 1995 жылы 10 наурызда Алматы қаласында өмірге келген. Жұлдыз інісі екеуі кішкентай кезінде ата-әжесінің қолында өскен. Өйткені актриса бір сұхбатында әкесі ерте қайтыс болғаннан кейін анасы басқа адамға тұрмысқа шығып кеткен. Актрисаның атасы теміржол саласында қызмет еткен, ал әжесі мұғалім болған. Жұлдыз Өмірғалидің бойы 167 см, салмағы 50 келі. Жұлдызнамасы балықтар. Актриса, әнші, тележүргізуші ретінде халыққа танымал. Хоббиі аспаздық, өлең жазу. Осыған дейін отандық бірнеше фильм мен сериалдарға түскен. Соның ішінде актрисаға танымалдық әперген Ақ жауын сериалындағы Назымның рөлі. Бірі білсе, бірі білмеуі мүмкін. Жұлдыз Өмірғалидің жұбайы әнші Айқын Төлепберген. Айқын бірінші әйелі Әсел Төлепбергенмен жоғары оқу орнының 3-ші курсында танысқан, және ол ұзақ уақыт бойы сүйіктісінің артынан жүгірген екен. Қазіргі таңда бұрынғы ерлі зайыптылардың 2 баласы бар, қызы Асылым және ұлы Аңсар. Кеш тобында ән салып талайды тамсандырған Жұлдыз Өмірғали қазіргі таңда Айқын Төлепбергенмен шаңырақ көтерген. Қазіргі таңда олардың араларында балалары бар. Ақ жауын сериалының 2-ші маусымындағы Назым көп адамға ұнамаған сияқты. Әлде мен қателесіп отырмын ба? 3-ші маусымда Назымның рөлінде Жұлдыз Өмірғалидің болғанын қалайсыз ба? Пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіз.